Дұрыс сөйлейік атты аудио бағдарламалар циклі біз жалғастырамыз. Әдеттегідей Анар ханым екеуміз біраз мәселелерге нүкте қоюдамыз. Анар ханым, өткен бағдарламаларымызда сандарында біз ауызша сөз нормаларына тоқталған болатынбыз. Бірнеше мысал келтірдіңіз. Енді біздің тыңдармандарға қызық болып отыр. Дұрыс сөйлеу үшін біз не істеуіміз керек? Ауызша сөз нормаларын біз қайдан табамыз? Дұрыс. Ауызша сөз нормалары туралы айтқанда біз тек қана бір-екі мысал айттық. Ал бірақ ол бүкіл біздің қазақ тіліндегі сөздердің айтылу нормасы қаншалықты екенін көз алдыңызға елестетіп тұрсыз. Осы материалды түгел сіздер түгел болмаса да көбін негізгісін сіздер қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігінен таба аласыздар. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігінен таба аласыздар. Сосын кейін мынау қазіргі біздің қазақ сөз мәдениетін көтеру керек деген проблеманы қойып жүрген біздің қоғам қайраткерлеріне, тіл танушыларға, журналистерге сол сияқты өзімнің тіл мәдениетімді көтергім келеді, өзімнің қазақ тіліндегі сөйлеу мәнерімді жақсартқым келеді дегендерге айтатыным, кез келген осы кісілердің кез келгеніне айтатыным, сөздікпен жұмыс істеу керек ағайын. Сөздік сіздердің күнделікті қолданыстарыңыздағы кітаптың біріне айналу керек. Ал енді сөздіктер жоқ деп айтатындар болса, оларға жауап қазақ тілінің орфографиялық сөздігі мен қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі, қазақ тілінің орысша қазақша сөздігі, қазақ тілінің синонимдер сөздігі, қазақ тілінің теңеулер сөздігі. Осы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты дайындаған мен жаңа айтып кеткен сөздіктердің барлығы 2007 жылы 100 000 дана тиражбен шығып, Қазақстанның кітап шығару тарихында бірінші рет осындай үлкен таралыммен шығып, барлық мекемелерге тегін таратылған. Сондықтан табам деген адам оны таба алады. Міндетті түрде осы орфоэпиялық сөздікпен жұмыс жасауды, әсіресе ауызша сөзі кәсіби құрал болып табылатын мамандарға ережеге, тәртіпке айналдыру керек деп осында бағдарлама арқылы сондай іске шақырамын. Тегін таратылды деп жатса, ал өзге көрермендер мысалы сол таратылған мекемелер қызмет жасамайтын біздің тыңдармандарымыз қайдан таба алады? Яғни арнайы дүкендерден, кітап дүкендерінен таба алады ғой. Бағасы аса бір қымбат емес шығар. Ондай қымбат емес деп ойлаймын. Кітап дүкендерінен табуға әбден болады. Сосын мектептердің кітапханаларының барлығында бар екеніне әбден сенімдімін. Ресми мекемелердің барлығынан барған жерімде әдейі тексеріп көріп жүремін. Әйтеуір көп жерімде көрдім. Сондықтан орфоэпиялық сөздікті пайдалануды біздің Анар ханым, ғаламтор қазіргі таңда енді екінің бірі кіреді, барлығы кіреді. Әсіресе жастар да кіреді ғаламторға. Сол ғаламтордың ішінде көптеген сөздіктері бар, біраз білім жинауға болады, білім алуға болады. Оларға қаншалықты сенуге болады? Өте дұрыс айтасыз. Мен бірақта сізді кішкене көңіліңізді түсіріп қоятын шығармын. Орфоэпиялық сөздік әлі ғаламтор желісінде жоқ. Енді соны жүзеге асыру үшін қазір біз Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты қазақ тілінің ұлттық корпусын жасау керек деген мәселені көтеріп отырмыз. Ұлттық корпуста әр сөздің мағынасы, мазмұны, ол сөзді қолданған бүкіл дерек көздер, содан кейін сол сөздің орфоэпиясы да беріледі деп үміттенеміз. Ал қазақ тілінің 15 томдық түсіндірме сөздігіндегі сөздер осы Вики білім қорының қолдауымен Кітап KZ сайтында әмбебап сөздік айдарымен берілген. Енді біздің енді кішігірім жастарды айтып жатырмыз ғой, көбіне көп ұялы байланыс телефонда отырады, ішінде ғаламтор желісінде отырады. Барлығына түсінікті болу үшін сөйлейік, приложение дейміз ғой. Сол приложение ретінде есебінде болса, сол жаққа кіріп, арнайы өзіне үлкен сұрақ тудырып жатса, өте жақсы Нұрсұлтан. Біз осыны армандаймыз. Егер бізді қолдайтын осындай IT технологияның мамандары, осындай қазақ тіліне қызмет етем дейтін компьютерлік лингвистика саласын білетін, осындай сөздік жасаймын деген мамандар болса, тіл танушылар осындай приложениялар жасауға дайын. Мінекей, бұл жерде біз Анар ханым екеуміз пікірде сайыстырдық, біраз ұсыныстар, идеялармен де бөлістік деген ойдамыз. Рахмет сізге, Анар ханым. Рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.